Сәлем достар, сендермен Макке ТВ арнасы. Бұл видеода сендерге топ 5 100 мың мен 150 мың арасындағы менің ойымша ең жақсы смартфондар жайлы айтатын боламын. Бағалардың бәрі 5 мамыр күнімен сәйкес келеді. Уақыт өте келе бағалар өзгереді. Барлық сілтемелер описанияда болады. Ал ендеше келді. 5-ші орынға Қытайдың Realme компаниясына Realme 5 Pro атты смартфонын қойдым. Realme компаниясы BBK Electronics деген Қытайдың мықты технологиялық компаниясына кіреді. Ол компанияға Oppo, OnePlus, Vivo деген смартфон шығаратын компаниялар да кіреді. Енді смартфон туралы айтатын болсақ, 2019 жылдың тамыз айында шыққан. Процессоры Qualcomm Snapdragon 712, 8 ядролы, 2 ядросы 2,2 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Қалған 6 ядросы 1,7 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Графикаға Adreno 616 жауап береді. Озу немесе жедел жады 4-6-8 ГБ қылып алуға болады. Kaspi.kz сайтында тек қана 4 және 8 ГБ жедел жадымен алуға болады. Antutu тестінде 221 мың айналасында балл жинайды. Өзінің жады 128 ГБ құрайды. Жады UFC 2.1 технологиясымен жасалған. Бұл деген смартфон күнделікті қолданыста тез жұмыс жасайтын болады. Экранның диагоналі 6,3 дюймді құрайды. Экран өлшемі Full HD+. Бұл бізге 409 ppi пиксель тығыздығын береді. Экран IPS технологиясы бойынша жасалған. Смартфон артқы жағында 4 камерасы бар, 48, 8, 2, 2 мегапиксельді камералар. Олардың ішінде көзге түсетіні 48 мегапиксельді камера. Диафрагмасы 1.79, 10x цифровой зумы бар. Камерасы 4К 30 FPS-та, Full HD 60 FPS-та түсіре алады. Бергі жағында 16 мегапиксельді селфи камерасы бар. Mini Jack, USB Type-C, Bluetooth 5-терде бар. Батарея сыйымдылығы 4035 мА. Бұның бәрін Flash Charge 3 технологиясы арқылы тез зарядтауға болады. Салмағы 184 грамм. Бағасы Kaspi.kz сайтында 4 ГБ жедел жады барға 104.900 теңгені құрайды. 4-ші орынға мен Оңтүстік Корея мемлекетінің Samsung компаниясының Galaxy A71 смартфонын қойдым. Смартфон 2019 жылдың желтоқсан айында шыққан. Процессоры Qualcomm Snapdragon 730, 8 ядролы, 2 ядросы 2,2 ГГц, ал қалған 6 ядросы 1,8 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Графикаға Adreno 618 жауап береді. Озу немесе жедел жады 6,8 ГБ қылып алуға болады. Kaspi.kz қосымшасында тек қана 6 ГБ жедел жады алуға болады. Antutu тестінде 265 мың айналасында балл жинайды. Өзінің жады 128 ГБ құрайды. Жады UFC 2.1 технологиясымен жасалған. Экранның диагоналі 6,7 дюймді құрайды. Экран өлшемі Full HD+. Бұл бізге 393 ppi пиксель тығыздығын береді. Экран Super AMOLED технологиясы бойынша жасалған. Экран осы технология бойынша жасалғандықтан сіздерге Always On Display сияқты AMOLED экрандарының қосымша жақсы функциялары қолжетімді. Және де смартфонда отпечаток пальца экранға қондырылған. Смартфонда артқы жағында 4 камерасы бар, 64, 12, 5 және тағы да 5 мегапиксельді камералар. Олардың ішінде көзге түсетіні 64 мегапиксельді камера. Диафрагмасы 1.8, камера 4К 30 FPS, Full HD 60 FPS-ті түсіре алады. Full HD-ға түсіргенде электронный стабилизациясы бар. Бергі жағында 32 мегапиксельді селфи камерасы бар. Mini Jack, USB Type-C, Bluetooth-дерде бар. Батарея сыйымдылығы 4500 мА. Бұны 25 ваттық зарядкамен тез зарядтауға болады. Салмағы 179 граммды құрайды. Ең үлкен минусы смартфон пластиктен жасалған. Қалған жерлерде смартфон өз бағасын ақтайды. Бұл смартфон ең басты қарсыласы Mi 9T, Xiaomi'нің смартфоны. Екеуінің процессоры бірдей, Antutu тестінде де бірдей көлемде балл жинайды. Экрандары да бір технологиямен жасалған. Басты айырмашылықтары Mi 9T'да алдыңғы камера смартфоны үстіңгі жағына шығатын болып жасалған. Және де Mi 9T'да камерасы 48 мегапиксель. Артқы камерасы яғни. Және де екеуінде де NFC технологиясы бар. Осыған Xiaomi компаниясы небәрі 111.888 теңге сұрайды. Ал Samsung'тың бағасы Kaspi.kz'де 6 ГБ жедел жадына бар болғаны 134.080 теңге сұрайды. Айырмашылығы 20 мың теңгені құрайды. Қайсысын алатыныңыздарды өздеріңіз шешіңіздер. 3-ші орынға Қытайдың Xiaomi компаниясының Redmi Note 9S атты смартфонын қойдым. Смартфон туралы айтатын болсақ, 2020 жылдың наурыз айында шыққан. Процессоры Qualcomm Snapdragon 720G, 8 ядролы, 2 ядросы 2,3 ГГц, қалған 6 ядросы 1,8 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Графикаға сол байғы Adreno 618 жауап береді. Жедел жады 4-6 ГБ қылып алуға болады. Antutu тестінде 274 мың айналасында балл жинайды.
Өзінің жады 64-128 гигабайтты құрайды. Жады UFC 2.1 технологиясымен жасалған. Экранның диагоналі 6-67 дюймді құрайды. Экран өлшемі Full HD+. Бұл бізге 395 ppi пиксель тығыздығын береді. Экран IPS технологиясы бойынша жасалған. Экранның арақатынасы 20-9. Смартфонның жедел жадының жиілігі басқаларға қарағанда көбірек, 2133 МГц құрайды. Бұл дегеніміз смартфон басқа смартфондарға қарағанда тезірек жұмыс жасайды. Смартфонның артқы жағында 4 камерасы бар. 48, 8, 2, 5 мегапиксельді камералы. 48 мегапиксельді камерасы 1.79 диафрагмамен қамтылған. Камераның сенсоры Samsung-тың S5 KG-M2 деген орнатылған. Камера 4К 30 FPS-та, Full HD 60 FPS-та түсіре алады. Бергі жағында 16 мегапиксельді селфи камерасы бар. Бір қызықты ақпарат, отпечаток пальцев смартфонда жанындағы батырмасында орнатылған. Android 10-да жұмыс жасайды. Mini Jack, USB Type-C, Bluetooth-тарда бар. Батарея сыйымдылығы 5020 мАh. Бұның бәрін 18 ваттық тез зарядкамен зарядтауға болады. NFC технологиясы бұл смартфонда айналып өткен, яғни жоқ. Салмағы 209 граммды құрайды. Бағасы Xiaomi Store сайтында 100 мыңнан басталады. Екінші орынға Қытайдың Xiaomi компаниясының Redmi K30 немесе Қазақстандағы аты Xiaomi Pocophone X2 атты смартфонын қойдым. Енді смартфон туралы айтатын болса, 2019 жылдың желтоқсан айында шыққан. Процессоры Qualcomm Snapdragon 730G, 8 ядролы, 2 ядросы 2.2 ГГц, ал қалған 6 ядросы 1.8 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Графикаға Adreno 618 жауап береді. Жедел жады 6-8 гигабайттық қылып алуға болады. Antutu тестінде 279 мың айналасында бал жинайды. Өзінің жады 64, 128, 256 гигабайтты құрайды. Жады UFC 2.1 технологиясымен жасалған. Экранның диагоналі 6-67, өлшемі Full HD+. Бұл бізге жаңа 365 ppi пиксель тығыздығын береді. Экран IPS технологиясы бойынша жасалған, және де экранның жаңарту жиілігі 120 Гц-ті құрайды. Бұл осы смартфонмен қолданғанда анимациялар үздіксіз әдемі болады деген сөз. Осыған дейінгі айтқан смартфонның біреуінде жоқ. Олардың бәрінде стандарты 60 Гц-ті құрайды. Смартфонда артқы жағында 4 камерасы бар. 64, 8, 2, 2 мегапиксельді камералар. 64 мегапиксельді камерасы 1.89 диафрагмамен қамтылған. Сенсоры Sony's IMAX 686-сы орнатылған. Камера 4К 30 FPS, Full HD 60 FPS-та түсіре алады. Бергі жағында 2 камера, 20 және 2 мегапиксельді селфиға арналған камералары. Бір қызықты ақпарат, отпечаток пальцев смартфонда жанында орналасқан, яғни батырмасында. Android 10-да жұмыс жасайды, Mini Jack, USB Type-C, Bluetooth 5-терде бар. Батарея сыйымдылығы 4500 мАh. Бұның бәрін 27 ваттық тез зарядкамен зарядтауға болады. NFC технологиясы бұл смартфонда айналып өтпей смартфонға қондырылған. Салмағы 208 граммды құрайды. Бағасы Xiaomi Store сайтында 125 мыңнан басталады. Бірінші орынға тағы да Xiaomi компаниясының Redmi Note 8 Pro атты смартфонын қойдым. Енді смартфон туралы айтатын болсақ, 2019 жылдың тамыз айында шыққан. Процессоры MediaTek Helio G90, 8 ядролы, 2 ядросы 2.05 жылдамдықпен ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Қалған 6 ядросы 1.95 ГГц жылдамдықпен жұмыс жасайды. Бұл процессор күштілігі жағынан алдыңғы смартфондардың процессорларының бәрінен мықты. Көптеген компаниялар MediaTek-тің процессорларын ала бермейді, себебі бұл компания процессорларын жақсы етіп шығармайтын. Енді Xiaomi-да отырғандар тәуекелге бел буып осы процессорды орнатты. Бұл процессор сенімді ақтады десек болады, себебі процессор арзан және де мықты жұмыс жасайтын болып шықты. Бірақ қызып кетумен проблемалар бар еді. Оны шешу үшін смартфонға сумен салқындату жүйесін енгізді. Соның арқасында 4 және 5 градусқа салқындатуға болады екен. Графикаға Mali G76 жауап береді. Жедел жады 6 және 8 гигабайттық қылып алуға болады. Бірақ Қазақстанда тек қана 6 гигабайттық озы қолжетімді. Себебі 8 гигабайттық жедел жадымен тек қана Қытайда сатады. Antutu тестінде 292 мың айналасында бал жинайды. Өзінің жады 64, 128 және де 256 гигабайттық құрайды. UFC 2.1 технологиясымен жасалған. Экранның диагоналі 6.53 дюймді құрайды. Өлшемі Full HD+. Бұл бізге 396 ppi пиксель тығыздығын береді. Экран IPS технологиясы бойынша жасалған. Смартфонның жедел жадының жиілігі Redmi Note 9S тағындай 2133 МГц-ті құрайды. Смартфонның артқы жағында 4 камерасы бар. 64, 8, 2 және 2 мегапиксельді камералар. 64 мегапиксельді камерасы 1.89 диафрагмамен қамтылған. Сенсоры Samsung S5 KG-W1 орнатылған.
Камера 4К 30 FPS, Full HD 60 FPS-та түсіре алады. Бергі жағында 20 мегапикселді селфи камерасы бар. Смартфон Android 9-да жұмыс жасайды. Android 10-ға да жаңартылады деп отыр Xiaomi-дің бастықтары. Mini Jack, USB Type-C, Bluetooth 5-терде бар. Батарея сыйымдылығы 4500 мАh. Бұның бәрін 18 ваттық тез зарядкамен зарядтауға болады. NFC технологиясы да бұл смартфонда бар. Салмағы 199 граммды құрайды. Бағасы Каспий кезетте 101.720 теңгеден басталады. Бұл смартфон мықтылығы жағынан алдыңғы смартфондардың барлығынан мықты. Бірақ минусы World of Tanks және де 1-2 ойында жақсы жұмыс жасамайды. Себебі ойынды шығарғандар ойында Mediatek процессорында бейімдемеген. Не үшін бұл смартфонда бірінші орынға қойды десеңіздер, смартфонның бағасы мен сапасына қарап жасадым. Бұның бәрі менің ойымша, сендердің ойларың менікмен келіспеуі мүмкін. Басқа да Huawei-дің смартфондары болды, бірақ олардың мықтылығы жағынан осы смартфондарға ұтылып қалды. Мен негізінен смартфондарды Каспий KZ сайтынан қарадым. Егер де сіздердің ойыңызша осылардан мықтырек смартфондар болса, комментарияға жаза кетіңіздер, талқылайтын боламыз. Және де видео ұнаса лайк басыңыздар, мені қолдап каналға жазылыңыздар. Басқа технологияларға байланысты қандай видео қалайсыздар, соны комментарияға жазыңыздар. Сіздермен болған Макей ТВ арнасы келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.